Бешбармаққа алған еттерім сүрленген ет, жылқының еті яғни майлы. Қайнатқан кезде сорпасы, бетіндегі құймасы әдемі шығады. Майлы ет алсаңыздар. Сүрленген төс ет бұл. Сосын жас малдың еті. Бір кесек осындай майсыз алдым, және бір кесек маймен алдым. Мен өзім майлы етті жақсы көремін. Дәмі өте дәмді шығады. Піскеннен кейін. Сосын қазы. Қазы менде кішкене жыртылып тұр. Енді бұны қайнау барысында көреміз. Шашылып кетпейді деп үміттенемін. Енді етті қайнатып бастаймын. Қайнау барысында көбіктер шығады. Оны сүзгішке ожаумен көбіктерді құя отырып алған өте ыңғайлы. Сол кезде көбігі сүзгіште қалып, сорпасы мен майы ағып түседі. Етті бастапқы 1 сағатта бір қайнағанша ең жоғарғы отта бір қайнағаннан кейін орташа отқа қойып 2,5-3 сағат аралығында балбырап жұмсақ болып піскенше қайнатамын. Қайнау барысында әрдайым көбік шығып отыруы мүмкін, оның бәрін осылай алып тастаймын. Және әбден таза болғаннан кейін, көбігін бәрі кеткеннен кейін бетіндегі майларды бөлек ыдысқа алып құйып аламын. Бұл әрине бетіндегі құйма жасау үшін керек болады. Қараңыздаршы, өте майлы. Өзі бешбармақ майлы тағам болу керек деп ойлаймын, және оны жылқының етінен ғана жасаса, ол нағыз бешбармақ болады. Осылайша бетіндегі майын құйып алып, оған туралған пиязды салып, бір қайнатып жіберемін. Сонымен қамырдың бетіне құятын құйма дайын. Енді қамыр илеуге кірісемін. Ұнға 1 жұмыртқа және тұз. Сумен қамырды кішкене қаттылау қылып илеп аламын. Әрине бұл қамырды еттің сорпасымен де илеуге болады. 300 грамм ұнмен 4 адамға жететіндей қылып қамыр илеп алдым. Иленген қамырды 20 минутқа демалдырып қойып, 20 минуттан кейін алып, суаламызды осылай үстінен басып аламыз. Одан кейін оқтауға орай отырып шая береміз. Менің каналымда осы бешбармақтың қамырын қалай илеу керек екені, қалай тегіс, домалақ қылып, жұқа қылып жаю керек екені туралы арнайы видео бар. Сол видеоны описаниеде қалдырамын. Видеоны көріп менің қамыр жайғанымды бағалап жіберіңіздер. Қамырды 1 сағат алдын ала жайып, дастарханның жұмсақ бетіне, ішкі бетіне осылай төсеп тастаймын да, бетін қалың матамен немесе дастарханмен қатып кеуіп қалмасы үшін жауып қоямын. Бұл қонақ күтіп жатқан кезде немесе үлкен дастархан жасап жатқан болсаңыз, асығып үлгермей жатқан болсаңыз, өте үлкен көмегін береді. Тамақ берер алдында сорпаңызды бір қайнатып жіберіп, қамырды оқтауға орап алып, кесіп, сорпаға салып, 3-4 минут аралығында қайнатып, пісіріп бере бересіз. Мен әрдайым солай істеймін, және бұл маған өте үлкен көмек. Осылай 3-4 жапырақ қамырды салғаннан кейін, оны сорпаға патыр-патыр жіберіп, тағы да 3-4-еуін сала отырып, пісіріп аламын. Қамыр көтеріліп, бетіне бір қайнап шыққаннан кейін қамырды ала береміз. Және қамырды салып болғаннан кейін, оның бетіне құйманы құямыз, бір-біріне жабысып қалмасы үшін. Осылай сәбізсіз, картошкасыз, солтүстіктің тәсілімен бешбармақ жасаймын. Ал қайын жұртқа 4 күнге барған кезде міндетті түрде картошка, сәбіз салып пісіреміз. Ал ет менде 3 сағатта жұмсақ болып балбырап пісіп шықты. Ал қазым жартылай шашылып кетті. Жартысын видеоға түсірейін деп домалақтап, формаға келтіріп, кесіп, салып шықтым. Және бұл еттің үстіне пиязды құямын. Бесікте жатып ақ ет жеп, бешбармақ жеп, қамыр жеп өскен қазақтың балаларының, ұл қыздарының барлығының бешбармақты қалай дайындалу керек екенін білетініне өте сенімдімін, және әркімнің өзінің бешбармақты дайындау тәсілі, ғұрпы бар әрине. Менің бешбармақ дайындағанымды бағалап жіберіңіздер, лайк басып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып,
подписка жасап қойыңыздар. Сау болыңыздар.